Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін синабона жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүт, бір ас қасық ашытқы және қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ерітілген сары май және 2 жұмыртқаны қосып, барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды елеп болғаннан кейін жылы жерге 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне осылай қолымызбен квадрат форма жасаймыз да жақсылап ысамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ішіне ерітілген сары майды қосып және қалауларыңыз бойынша корица мен қантты араластырып қоссаңыздар болады. Немесе мен сияқты тек қана қантты қоссаңыздар болады. Қамырымызды жайып ішіне салып болғаннан кейін осылай жақсылап орап, жіппенен кесіп алатын боламыз. Булочкаларды осылай табаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Крем үшін осындай сахарная пудра және қаймақты жақсылап араластырып аламыз. Синабондар осылай жақсылап көтеріліп, өте дәмді болып пісіп шықты және де жаңағы кремді осылай беттеріне жағып шығамыз. Синабондар өте дәмді болып шықты, өте оңай жасалынады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.